Сапарларыңызға оралайық. Ақтөбеге қалай барып келдіңіздер? Айбат. Микрофонсыз. Айбат. Күшті болды негізі. Видео салыпты. Айбат. Айбат айта берейік. Ақтөбеге қалай барып келдіңіз? Жақсы барып келдім. Маған ұнады. Ақтөбеге жақсы барып келдік. Біз самолетқа кешіп қалдық қой. Біз самолетқа кешіп қалдық. Сосын кейін бізге басқа самолет алу керек болды. Ертеңсінде Тез арада өткені белгілеп қойған ғой уақытта. Ұйқымыз дұрыс қанбады. Нақты болмайды негізі. Астана арқылы бардық осы жолы. Астана арқылы бардық. Сосын бізді күтіп алды. Ана жақта ыстық екен. Астана арқылы таң атпай. Бардық Ақтөбеге. Бізді күтіп алды. Жақсы күтіп алды негізінде. Бәрі жақсы болды, бәрі дұрыс болды. Тек охрана болды. Концерттің өзі болардың алдында барлық аппаратура күйіп кетті. Тұрған орында болып жатқан кезде күйіп кетті. Біз негізі бәрін тексеріп қойған болатынбыз. Сөйтсе тоқ көтермей аппаратура күйіп кеткен. Ол қаладан алыс болған лагерь болғандықтан кейін ол жерде бір столб бар да, ол столбпен бүкіл сол жердегі тоқ қамтамасыз етіледі. Сол тоқ көтере алмай қалып, ана аппаратура бүйтті, бүк жанып кетті. Қуаты. Сосын сол ада жүгіріп келіп басқа аппаратты қойды, сол жерде кетті микрофонсыз біз. Микрофонсыз болғанда енді негізінде фонограммамен шығу керек болған. Біз ондай жерде аппаратура келмесе негізі фонограммамен шығады адамдар. Бірақ бір түрлі ғой енді фонограмма ойнап тұрғанда сен микрофон ұстап тұрып фонограмма деп тұрсаң. Сол себептен ендігіде егерде фонограмма болатын болса, біз микрофонды қойып сап шығармыз. Жаңа ғана фонограмма туралы айтып қалдыңыздар. Сіздер көбінесе жанды дауыс ән айтасыздар ма, әлде фонограммамен айтқан кездеріңіз болды ма? Ең басында фонограммамен айтып бастадық. Бәрі бірдеңеден бастайды ғой десе. Аппаратураға байланысты болады көбінесе заттың бәрі. Яғни егерде аппаратура тірідей айтуға дайын болса, онда тірідей айтуға болатын болады да. Егерде тірідей айтуға келмесе, онда тура келеді фонограмманы қосуға. Бірақ қазіргіде біздің мақсат оның бәрін толықтай құртып, жойып, таза тірідей шығып жүру. Ал егерде олайынан болмайтын болса, онда басқаша болады. Әңгіме басқаша болады онда. Әңгіме микрофонсыз болады. Онда басқаша сөйлесеміз. Біз ең басын шыққанда фонограммамен шығып жүрдік, өйткені ұят жоқ болды. Өйткені аппаратуралар көтермейтін болды, тірідей мүмкін емес айту. Яғни біз тірідей шығатын болсақ, біздің дауысымыз естілмейді, көтермейік бір сөзбен. Тірідей шығу үшін оған организаторлардың өздері қымбат микрофон, қымбат кейде мынандай кездер болды, аппаратура кішкене көтеріп тұрған кезінде де екі-ақ микрофон істеп тұрады, үшеуі жоқ па, екеуі жоқ болып тұрады, қалғандар ба жайып мынандай бос микрофондар мотофоркілер болады. Сол кезде енді табу керек та варианттардың бәрін. Сол кезде бізге просто істемейтін микрофон беріп тұрады. Фонограммамен шығыңдар деп тұрады. Өздері сұрап тұрады, амал жоқ десе кінәлесің. Жоқ микрофон дейді, болды. Соны не істейсің сосын? Соны шығасың. Ал енді ондай бұйырса енді қайталанбайды деп үміттенеміз. Бүткіл ненің бәрін тірідей қыламыз. Егер біз микрофон қойсақ, фонограмма деген сөз. Понятно ғой.